Алихан, Аяру, бүгін біз сендермен зерттеу жұмысын жасаймыз. Мынау ыдыста мінекей балалар, нені көріп тұрмыз? Су көріндер ме? Бұның ішінде су тұр. Енді осы суға балалар бүгін мен сендермен, мынау бізде не деп ойлайсыңдар? Зубочистка дұрыс айтасың. Қазақша бұл бізде тіс тазалағыш деп айтады. Осы тіс тазалағышты қараңдар, осы таза суға мен негізі бұны осылай тұрғызуым керек тұр. Бірақ бұны қолымды жіберсем, қараңдар, бұл бізде не істейді? Құлап қалады, дұрыс айтасыңдар. Енді осылай тұру үшін не істеуге болады деп ойлайсыңдар балалар? Суға не? Бір нәрсе қосуға болады. Дұрыс айтады Алихан, ферри қосуға болады дейді. Кәнеке ферриді қосайық осыған. Енді осында біз көпіршік жасаймыз, кәнеке. Көпіршік жасап көрейік, кәне. Балалар, ферриді үйде аналарың қолданады ғой, иә? Не үшін қолданады деп ойлайсыңдар ферриді? Не үшін қолданады ферриді, Аяру? Алихан, аналарың ферриді не үшін қолданады? Не істейді? Не істейді? Ыдыс жуады, дұрыс айтасыңдар. Енді осы ферримен бүгін біз сендермен зерттеу жұмысын жасап жатырмыз. Міне қараңдар балалар, бұл бізде не болды? Көпіршік шықты, иә? Ал енді көрейік осы көпіршікке жаңағы біздің тіс тазалағышымыз тұра ма екен, әлде құлап қалады ма екен? Қараңдар, не болды? Тұр ма, құлап қалды ма? Тұр, иә, құламады. Бұл неліктен деп ойлайсыңдар балалар? Көпіршік. Дұрыс айтады Алихан. Бұны біз көпіршік ұстап тұр, иә? Кәнек, аяғы көрші. Салып көре ғой. Сал. Сала ғой сала. Ой, мінеке көріндер ма? Алихан сен салып көре ғой енді. Жақында. О, жарайсыңдар. Көріндер ма, балалар? Біздің жаңағы тіс тазалашымызды не ұстап тұр? Көпіршік ұстап тұр. Дұрыс айтасыңдар. Жарайсыңдар, балалар. Ұнады ма сендерге? Иә. Жарайсыңдар. Рахмет.